ынтамен әрбір іске кірісіңіз. Бақ дәулет әкеледі бұл ісіңіз. Терлеп тапқан табысқа қиналмаңыз. Еңбек етіп кеңейер тынысыңыз. Ұрланғанмен болмайды теңге тамақ. Денеңізге кетеді демде тарап. Есеп берер бәріне кез келгенде, қалмағайсың әйтеуір жерге қарап. Жақсысыңды жайсаңдар үлгі етіп, тағдыр бесік тек-текті тербетеді. Өмір деген осынау аз ғұмырда, сіз біздесіп өткенге не жетеді ағайын. Қаншама тойларды басқардық, психолог болып қалдық қой сәл-сәл. Ырымгүл тәтеге келіп, апай қашан десем, бұл кісі андай кір. Құдайдың бұйыртқан кезінде басталады, Құдайдың бұйыртқан кезінде аяқталады деп бұл кісі сөйтіп айтты. Мен айттым, Құдай осы пейіліңізге берсін. Әйтпесе кезінде болған, еріп біледі ғой, тойларды басқарған кезде. Қалай басқарасын? Мен айтам, той басталмай жатып сізге орындап берейін ба? Шаншар продюсерлік орталығының директоры Ерік және дочаның аты Әсем. Әсем қызыр, мына Әсем, осының бәрін істеп жүрген Әсем, Ырымгүл тәтенің сіңлісі соп қасында қалмай. Әйтеуір той деген, ана қазақта сөз бар ғой, той Құдайдың қазынасы депті. Жұптанып неке осы күнге дейін қиылып кепті. Ақ бұйрығы деген бар, құлақ қойсаңыз келіске нанып болмайды теріске. Адам ата жұптанып Хауа анамызды алғанда некесін қиған екі періште. Мәккәйіл мен Жәбірәйіл адам атамыз бен Хауа анамыздың некесін қиған екен ғой. Бұны не үшін айтып жатырмын? Сол айтылған дұға тілектің бәрі періштенің құлағына салынсын.